Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін таңғы асқа бар жоғы 10 минутта осындай өте әдемі әрі тойымды француздық омлет пісіретін боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Омлетті дайындау үшін ең алдымен 4 жұмыртқаның ағы мен сарысын бөлек ыдыстарға осылай ажыратып аламыз. Біздің ақуызды салатын ыдысымыз міндетті түрде құрғақ, ешқандай май, су тимеген болуы керек. Енді сарыуыздың үстіне шамамен 3 ас қасықтай сүт құямыз. Дәміне қарай тұз және кішкене қара бұрыштан себелейміз. Барлығын жақсылап біркелкетіп араластырамыз. Ал енді жұмыртқаның ақуызының үстінен кішкене осылай шым-шым тұз себелеп, миксердің көмегімен массамыз 2 есе ұлғайып, әппақ болып көпіріп көтерілгенше миксермен шайқап шығамыз. Осылай әппақ болып ағарып және төңкерген кезде өзінің бойын ұстайтындай болған кезде миксерлеуді тоқтатамыз. Ал енді табамызға шамамен 1 ас қасықтай май құйып, барлық жағына біркелкетіп жағып шығамыз және үстінен жұмыртқаның сарыуызын құямыз. Газдың асты міндетті түрде орташа болып шығып тұру керек және сарыуыздың үстінен бірден осылай ақуызды салып, барлық жағына біркелкетіп тегістеп жайып шығамыз. Ал енді қақпағын жауып, шамамен 3-4 минутқа қалдырамыз. 3-4 минуттан кейін осылай ақуызы көтеріліп, біздің омлетіміз пісіп тұрады. Енді осы табаның ішінде омлетімізді теңде 2 бөлікке бөлеміз және шет-шеттерін осылай ажыратып аламыз. Омлеттің 2 бөлігін осылай бір-бірімен беттестіріп, дастарханға ұсынамыз. Омлетті өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әсемдеп, кез келген гарнирмен немесе осылай көкөністермен ұсынсаңыздар да болады. Біздің таңғы асқа дайындаған өте ерекше әрі тойымды омлетіміз осымен дайын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видео рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар.